Менің атым Патшагүл, Жанаспай қызымын. Мен 1946 жылы 16 июльда туылғанмын, 75-ке қарайын деп тұрмын, 75 жаста. Жанұямда балам бар, 5 немерем бар. Өзім университет ағылшын тілін бітіріп, ағылшын тілінен 34 жыл мұғалім болдым. Енді қазір осы Қарасай ауданы Үшқоңыр ауылында тұрамыз. Университетте ағылшын тіл, қазақ тілін бітіріп, ағылшын тілінен сабақ бердім. 67 жылы бітірдім мен университетті. 67-тен бастап ағылшын тілін 1 жыл сабақ беріп, 68 жылдан бастап школ директор болдым. 34 жыл школ директор болып, бір приказбенен 96 жыл пенсияға шықтым. 97 жылдан бастап осы Қарасай ауданы Шамалған ауылында кішкене жұмыс жасадым. Әкімшілікте. Сонымен қазір баламның қолында 5 немерем бар, жаман емеспін. Денсаулығымда жақсы. Енді қазір 2014 жылыма ауырдым мен. 2014 жылы. Сөйтіп кішкене осы жерлерде көріндім, Алматыға барып көріндім. Неге көріндім, асқазанымнан безперерывный жөтел болды менде. Содан Бишкекке барып көріндім. Подозрение опухол деді. Содан оғанда кішкене неғымай Ташмиге кеттім, Ташкенге. Сол жерге барып 7-8 күн көріндім. Сөйтіп барлық анализдерін, қаным бәрі дұрыс деді, бірақ кішкене сізде со жөтел, жүректің жөтелі ма деп дәрілерді берді. Алып келе жатыр едім. Радионы қойып, телефондан ба, радиодан ба тыңдасам, ламоперинді айтып атыр екен. Жаңадан шыққан кезі болу керек. Прямо сол Темирязева көшесінде балам үйге де әкелмей сол жерге бардым. Офиске барсам, қыздар, балдар бар екен, мен сондай естіп келе жатырмын, балам дедім. Содан бір курс лечениесін берді маған. Келгесін 10 күн іштім. Өзінің несіне қарап, инструкция бойынша. 10 күнде 11-ші күннен бастап мен жөтелім кішкене азайды. Содан сол дәріменен тәуір болғаннан кейін сол дәрі маған асқазаным, аппетитімді ашты. Өзіме кішкене жөтелдерім қоя бастады, вообще жөтелім қойып кетті. Сол ламоперин әлі ішем, арасында дем алам. Жөтел пайда болса, или асқазаным ауырса, соны алып ішем. Бірақ күш береді маған өте сол ламоперин. Денсаулығыма күш берді. Көп жерлерге бардым, кішкене өмірім өзгергенде балдарым да жұмыста, өкіметтің жұмысында болғасын, кішкене мазаламайын деп 1-2 ай неғып өзімше көрініп, уколдарын алып жүрдім. Жөтелім қоймады. Жөтел жаман болды маған. Бірден келетте, вообще көзімнен жас кетеді, қиналып қалам да. Сонымен Бишкекке көрінейші, Бишкекте күшті деп айтты деп Бишкекке барып, олар да әртүрлі диагноз қойды. Ташмиге бардым, ол да әртүрлі. Жолмен әлі ішіп келе жатырмын. 4-5 жыл болған шығар. Демалып алам, бір курсын бітіргесін. 1 айдай демалам. Қайтадан кішкене аппетитім не қылса. Анау кішкене балықтың иісінде иіс бар. А то жасырмайым, кішкентай шайный ложкамен неде іші жіберем арасында. Асқазан, тамақтың неғылу үшін. Сосын үлкен, ұлы сөзде ұят жоқ дейді ғой. Үлкен неге өте регулярын шығатын болдым. Бұрын ішім қатып қылатын еді. Мына дәрін ішкеннен кейін, тап бір 3 күннен кейін пайдасы етті. Ішектердің жұмыс жасауына. Ондай 1-2 күн неғылды, қолдарым, асқазаным, жара бардай бұлай кішкене ауырып. А то жөтелім, бірақ маған бірден өзіме жөтелім қойды. Жөтеліме өте пайда қылды осы дәрі. Аппетитім ашылды. Әуелі Алла, Құдай қала берді осы ламопериннен, мен жазылдым, күш берді. Барлық туған туысқандар білет мен. Бірге туғандар бәрі білет ламопериннен жазылған. А то ана жағдайымды көрді ғой менің. Қандай болып отырғанын. Қазір қандаймын. Қазір өзім жүрем, таңертең шығам, кетем. Аяғым да ауырмайды. Кемпірлердей таяқ ұстамайым. Кемпір емеспін мен, қазір жаспын деп ойлаймын.
туысқандарым, құда-құдағилар бәрі алып ішіп жатыр. Заявка береді сіздерге звондаймын. Мынандай адам барып, апарып, әкеліп ішіп жатыр. Жаңа келген келіншек бар, соның күйеуі де ішті. Өкпесі ауыратын, тәуір болып кетті. Ламопериннің адресіне рахмет айтам. Бұны тапқан профессорларға жұмыстарында сол жоғарыдан көріне берсін, дендері сау болсын, бақытты болсын, еліміз тыныш болсын, елбасымыз аман болсын, осы халқымыз мінекей қандай жағдайда жасап жатыр. Өте рахмет. Мінекей жаңа жылдары құтты болсын Қазақстан Республикасының. Әр жылы денсаулықтары мықты болсын, жақсылық тілеймін. Сол жұмыстары жүре берсін, ламоперинде жасап жатқан барлық балдар қыздардың. Сондай.